Кеше ғана Шу қаласының әкімі Садан Жаңғарашев қызметінен босатылды. Себеп әкім басқарып отырған қала тұрғындарының екпе алу қарқыны төмен. Бердібек Сапарбаев енді осылай жасамаса амал жоқ дейді. Ал мынау ескерту төмен көрсеткіш көрсетіп отырған Шу Қордай әкімдеріне сабақ болсын деп баса айтты. Шу ауданында нашар 3%. Маған өде берген боласыздар. Барлығын енді көтереміз, бәрін қатырамыз, барлық шараларды қолданамыз деп. Бірақ енді өкінішке орай нәтиже жаңа өздеріңіз естіңіздер. Бас санитардың талабы бойынша 1 қыркүйекке дейін мемлекеттік және бюджеттік мекеме қызметкерлері екпенің 2 дозасын толықтай алуға жет. Айтпеген жағдайда жұмыс беруші айыппұл төлеуге тура келеді. Ал облыста бұл тапсырма қаншалықты орындалуда? Әріптесім Маржан Ержанқызы айтып берсін. Денсаулық сақтау басқармасының мәліметіне сүйенсек, облыста бір тәулікте 8.000-ға жуық тұрғын екпе салдыруда. Облыс бойынша тұрғындардың 65%, яғни 279.642 жамылдық екпе салдырды. Оның ішінде дәрігерлер 100%, ұстаздар 98% толықтай екпе алған. Тұрғындардың басым бөлігі Спутник Ви, Казвак, Коронавак және Хаятвак екпесін салдыруда. Қазіргі таңда жүргізіліп жатқан вакциналардың ішінде ол ресейлік Спутник Ви және де қытайлық Синофарм өндірісінен шыққан Верацел вакциналары бар қазіргі таңда. Осыған дейін біз қазіргі таңға дейін 16.000-нан астам өзіміздің тіркелген тұрғынымызға вакцина салдық. Негізі жоспар бойынша 34.000 тұрғынды қамту керек. Күніне қазіргі таңда 300-ден астам тұрғын келіп салдырады. Маржан Ержанқызы, Еламан Жұрақұл, Мейірбек Сауранбай, Тараз 24.